Бұл көк шайдың қасиеттері жайлы диетолог маман қан қысымы төмен адамдарға бұл сусынды байқап ішкен жөн. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып қолдап кетіңіздер, керекті көптеп видеолар салып отырамын. Көк шайды дәмі мен пайдасы тамаша үйлесім тапқан сусын деп атайды. Бірақ бұл көк шайдың адам денсаулығы үшін әсте зиянсыз екенін білдірмейді. Мәселе ағзаның ерекшеліктері мен түрлі гастрономиялық жағдайлары жөнінде. Денсаулыққа алаң болмау үшін көк шайды қалай тұтыну керектігін айтатын боламыз. Маманның айтуынша, көк шайдың пайдасы жайлы бәрі біледі. Бұл сусынның тиімді әрі оң пайдасы оның құрамындағы дәрумендер мен тәнінде антиоксидантты қасиеттерге ие екендігін, қатерлі ісіктен қорғайтындығында, ағзадан токсиндерді шығарады, тонусты сақтайды, несеп айдайтын тағы басқа қасиеттерге ие. Көк шай тамақты тым тоя жеуге бейім адамдардың тәбетін реттеуге жақсы әсер етеді. Көк шайды тамақтану уақыттарының арасында ішсе болады. Бұл тәбетті аздап басады. Көптеген адамдар салауатты өмір салтын сақтамайды, дұрыс тамақтанбайды, алкоголь тұтынып, темекі тартады. Ал көк шайды әмбебап дәрі ретінде қарайды. Шын мәнінде бұл олай емес. Көк шайдың өздігінен пайдалы өнім, бірақ ол барлық артық тұртықтың орнын толтырмайды. Ал көк шайдың зиянын айтатын болсақ, кейбір адамдарға басқа өнімдер жақпауы мүмкін. Сол сияқты көк шай мен қара шайды да ағзалары қабылдай қалмауы ықтимал. Кофеин есебінен бұл сусын жүйке жүйесіне әдеттегідей әсер етеді. Сол себепті оны кофемен және алкогольмен араластырмаған жөн. Бұл шай көк кей адамдарды тыныштандырса, басқаларын жүрек қағысын жылдамдатып жіберетін қасиетке ие. Кешкі уақытта шай ішіп алған кейбір адамдардың ұйқысы бұзылады. Сұйықтық шығару мақсатында көк шайды жиі ішу гипотензивті әсер береді, яғни қан қысымы түседі. Қан қысымы жоғары адамдар шайдың бұл қасиетін бағалайды. Алайда керісінше қан қысымы төмен адамдар өздерін нашар сезінуі мүмкін. Көк шайдың дұрысын қалай таңдау керек? Егер шай пестицидтер мен түрлі тыңайтқыштар қолданылмайтын плантациялардан жиналған болса, оның пайдасы мол болмақ. Алайда шай жапырақтары өсіп, оны тасымалдау кезінде ластану мәселесі бар. Сонымен қатар көптеген жалған өнімдер бар. Ондай өнімдер зиян тигізіп, аллергиялық реакция тудыруы ықтимал. Сатып алушы адам үнемі өнімнің қаншалықты жалған немесе шынайы екенін көзбен көріп анықтай алмайды. Сол үшін шай жапырақтары тұтастай болуы қажет. Егер жапырақтары ұсақталған және пакеттелген болса, оның сапалық болуы екі талай. Көк шай ішкен дұрыс, өйткені ол суық мезгілінде денені жақсы жылытып, ыстықта шөлді қандырады. Ал дұрыс дайындалған сусын аурулармен күресуге көмектеседі. Бірақ көк шайдың ағзаға қалай әсер ететінін білген маңызды. Көк шайдың құрамындағы заттардың пайдасы мен зияны мен хош иісті сусындар қай кезде ішуге болатынын, сондай-ақ қандай жағдайда одан бас тарту керек және шай жапырақтарын қалай дұрыс әзірлеп керектігі жайлы айтатын боламыз. Көк шай құрамындағы мырыштың арқасында шаш пен тырнақтың жағдайын жақсартып, жаралардың жазылу үдерісін тездетеді. Нерв жүйесін ынталандырады. Сондай-ақ көк шайдың құрамында р дәрумені және де кальций, фосфор қалыпты ми қызметін белсенділігі үшін қажет. Ал тейн ынталандырушы ретінде қызмет етеді. Көк шайда адамның жұмысқа қабілеттілігін жақсартатын кофеин, тейн бар. Кофеин алкоголиді танинмен байланыстырылған күйде болатындықтан ағзаға ынталандырушы әсер етеді. Бұл кофеинге қарағанда жұмсақ болады. Құрамында йодтың болуына байланысты қалқанша безі ауруларына шалдығу қаупін азайтады. Микробқа қарсы әсері бар. Бұл қасиет құрамындағы катализаторларға байланысты болады. Көк шайдағы танин жаралары емдеуге көмектеседі. Бірақ шайдың түсі ашық болуы қажет. Ағзадағы уытты заттарды шығарады.
тазарту қасиеттерінің арқасында көк шай ағзаның иммунитетін жақсартады және кез келген ауруларға шалдығуға қаупін азайтады. Несеп айдағыш әсер көрсетіп, тіннің ісінуін азайтады. Құрамындағы А және С дәрумендерінің арқасында көз ауруларының даму қаупін төмендетеді. Тегіс бұлшық етті қалыпты жағдайда ұстайды. Бұл қасиет оның құрамында мырыштың болуына байланысты болады. Мыстың арқасында қабыну процестерін емдеуді жеңілдетеді. Токсикоз және теңіз ауруы кезінде көмектеседі. Мұндай жағдайларда құрғақ жапырақты шайнауға кеңес береміз. Асқазанның қышқылдығын көтеріп, асқазан ішек жолдарының қызметін ынталандырады. Әйелдерге көк шай ұзақ өмір сүру сусыны деп есептеледі. Көк шайдың әйелдерге пайдасы. Көк шайдың немесе мұздатылған жасыл шай сіріңдісі негізінде жасалған маскалар бет терісін жақсы сергітіп, оның серпімділігін арттырады және бет пішінін тартып тегістейді. Зат алмасу процестерін ынталандыру және ағзаны тазарту туралы ретінде ас қорыту жолынан қызметін жақсартып, салмақ тастауға ықпал етеді. Сусын әйелдердің климактериялық кезеңде жалпы жағдайын жақсартуға қабілетті. Оны сүт безі қатерлі ісігіне қарсы күресте профилактикалық құрал ретінде қолдануға болады. Көк шай бауырға сусынның тазалағыш қасиеті болғандықтан, оны қалыпты нормада ішу бауыр мен өт қабының жұмысын пайдалы болмақ. Олардың белсенділігін жақсартады. Р және С витаминдері көмектеседі. Бірақ бұл өнімнің құрамында полифенол бар екенін ұмытпаған жөн. Егер көк шайды шамадан тыс ішсеңіз, бұл заттардан көп мөлшері бауырға зиян болуы мүмкін. Көк шайдың бүйрекке. Көк шай ағзаға пайдалы болу үшін шай жапырақтарын дұрыс қайнатып, сусынды дұрыс қолдану керек. Ол токсиндердің адсорбенті ретінде әрекет етеді. Бұл олардың ағзадан шығарып тастап, бүйректі тазартуға көмектеседі. Сусынды дұрыс пайдаланса, жүрек тамыр жүйесінің жағдайы жақсарады. Көк шайдың осы пайдалы қасиеттері келесі процестер арқылы жүзеге асырады. С витамині қанды сұйылтып, оның тамырларымен жүруін жеңілдетеді және қысымды төмендетеді. Калий жүрек бұлшық етін қатайтады. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Тіркеліп, лайк басып, қоңырау шамын басып кетіңіздер. Керекті көп деп видеолар салып отырамын.